Сәлем достар, бүгін бізде новый серия. Ендеше біз бастаймыз. Мынау прям бай қыз. Ал мынау оның қызметшісі болады. Бәрін өздеріңіз ары қарай көресіздер. Ішім кетті. Қазір сағат 1:30-да мектепке барам. Сағат неше? Уже қарайды. Тупыр. Мәриям, сағат неше болды? Сағат қателеспесем 1:16 кетіп отыр. Онда мен сабаққа дайындалайын. Неше дедің сағат? Сағат 1:16. Не сағат 1:16 мен мектепке кетуім керек, ертерек кетпадың ба? Кешіріңіз, мен білген жоқпын. Бүйтпеңіздер, андай смайликті өшірдім кетпем. Мен сабаққа барып дайындалайын енді. Жиналып болдым, енді кетейін. Соған өтіп тұр, маған ұрса береді үшіп. Бір түрлі көзбен қарайды. Ертең келесі сейфін тауып алмасам, далаға шығып серуендеп келем, онан әдемі киімін киіп. Ол сабақтан келмей тұрып, сосын одан ертерек келіп, сосын өз киімді киемін. Бұл тамаша болады. Өте қызықты. Сияқты, егер бұл ханым біліп қойса, маған ашуланады ғой. Жеттік ау. Сәлем, баршаңа. Сәлем. Сәлем, Жанқұрбым. Сәлем, Аяна. Дұрыстап қарап алыңдар. Мына сан ана жерде тұрса, мына санның өзгеруі пайда болады. Бұл технология. Егер бір сан қосылып, оны қайтара жіберсең, өйстіп жақсыға алға болады. Бүйтіп бояп тастауға болмайды. Сен де үйретіп отқан 1-ші класс сияқтымын. Тыңдап алыңдар. Ертеңнен бастап 3-ші қазан. Сондықтан ертең 3 шәрі өтеді. Түсіндіңдер ма? Соған жақсылап дайындалыңдар. Егер мысалы бос сөз болып айтылатын болса, мысалға ол сан, яғни сендер мысалы диктантта, яғни мазмұндамада кездесіп қалады. Ара есіктен шықпақ болғанда, оның қанаты үдір-бүдір қозғалды. Дегенде үдір-бүдір. Қараңдар сендер. Үдір-бүдір. Үдір-бүдір деген бір-біріне ұқсайды. Яғни оның ортасына сызықша қойылады. Сондықтан да осы сөздерді ұмытпаңдар. Кешіріңдер, сіздің үдір-бүдір деген сөз.
түсіндіңдер ма? Түсіндік. Түсіндім, апай. Бақырмашы. Мұны сабақтың керегі бар. Сәлем, менің атым Дастан. Менің атым Милана. Менің атым Дастан, яғни мен жаңа айттым ғой. Мына қыз немене жігітіме тиісіп отыр? Соны айтшы, соны айтам. Дастан менікі. Онымен кешке мектеп артында сөйлесем. Оңбаған қыз немене жігітіме сөйлеп отыр? Менің жаным шығарам. Сабақ осымен бітті. Жарайды, апай сау, мен сені шығарып салам. Дастан сені мен шығарып салатын еді ғой. Ол жаңа дәмдер сондықтан ол шығарып салайыншы бүгін. Ақымақ. Көрдіңдер ме Дастанның қалай өзгергенін? Мен осы қызға көрсетем. Міне үйге де жеттік. Көңіліңе рахмет. Сау бол. Ханым келді. Қош келдіңіз, ханым. Қош келдік. Мәриям. Бүгін бір нормально күн болды ғой. Жоқ, бірден ұйықтай салмайыншы. Мәриям, мен ұйықтайым, ешкім мені мазаламасын. Я, ханым. Бұл өте нормальный болды, бірақ 10 минут қылғым келді, бірақ ренжімеңіздер, бұл 7 минут болып қалды, яғни почти 8 минут қыламын. Сондықтан да ренжімесеңіздер, келесі бөлімі 15 лайктан соң шығады. 15 емес, енді 10, яғни 5-10 лайктан соң шығатын болады. Лайк басып, подписком жазып кетіңіздер, ұнады ма, ұнамады ма, соның пікір қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.